жети ескертилген Аллах рахматы менен карабай турган кимдер экен? Биринчиси аннакиху ядаху, колуну никелеп алган дейт. Бүгүн жаштардын арасында колуну никелегендер бар. Колуну никеле деген колу менен кумарын кандырат. Истинма дейт. Колу менен маани чыгарат. Башкача айтканда колуну катын кылып алган. Бул эгер тооба кылбаса өлүм келгенге чейин, тооба кылбаса кыяматта Аллах рахмат назары менен карабайт. Биринчиси ушул экен. Экинчиси вал фаил вал маф'улун бих. Жаман ишти кылган, жаман ишти кылдырган эркек. Лут пайгамбардын коомундай эркек менен эркек кумар кандыруу. Аны кылганда, кылдырганда, булар үчүнчү, төртүнчүсү, кыяматта Алланын рахмат назары менен каралбайт. Аллах буларды тазалабайт. Буларга каттуу азап бар. Сооп кылган иманды булардын катарына кошпойт. Бүгүн кээ бир мамлекеттер демократиянын чокусуна жеттик деп не дейт? Бизде эркекке эркек үйлөнүүгө уруксат бердик дейт. Айван, эшек. Бул адамдык эмес. Айван да муну кылбайт. Алайлыклар билесиңер, жылкы өзүнүн үйүрүнө башканы кошобу айгыр? Кошпойт. Башка үйүрдөн боз болуп келсечи? Кошпойт. Эгер кулун тугулуп калса эмне кылат? Тиште быргытып өлтүрүп салат. Şu ayvanca da жокпу, айгырча жокпу? Бүгүн эркек менен эркек үйлөнүп, папа номер 1, папа номер 2, биринчи ата, экинчи ата да болуп атат. Бул демократияга жеттик дейт. Биз де демократиянын чокусуна жеттик дейт. Сен кайттың, адамдыктан кайтып айвандыкка баратасың. Аял менен аял үйлөнүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Лут коому, Лут пайгамбардын заманында болгон эркек менен жанагы ишти кыла турган болсо, тооба кылбай өтсө, Лут пайгамбардын коому кылган ишти кылса, бул баччабаздык деп коет бизде байткенде. Мунун дагы жаманы бар. 3 тамга менен айтылат, билесиңер. Ошол ишти кылган адам асмандан түшкөн жамгыр менен, мөндүр менен, кар менен жуунса да Алланын алдына таза болуп бара албайт дейт. Лут коому кылган жаман ишти кылган эркек асмандан түшкөн бардык суулар менен жуунса да Аллах Тааланын астында таза болуп бара албайт дейт. Шуну кылганда, кылдырганда. Кудай Таала биздин коомду мындан сактасын. Бүгүн кээ бир маңкурттар, бизде да чыккан маңкурттар, өзүнчө маданияттуу болуп, өзүнчө биз толеранттуубуз деп, ушул баччабаздардын 3 тамга менен айтыла тургандардын укугун коргоп калды. Башка нерсе калбады бу. Андайды биздин атабай элден чыгарып койгон. Аласа бересе кылбай койгон. Туура эмеспи? Бүгүн биз кайда баратабыз? Анда биздин мусулманчылыгыбыз кайда? Аллах Таала Лут пайгамбардын коомун жер менен жексен кылган. Жабраил алейхиссалам канаты менен көтөрүп, асманга көтөрүлгөн кезде айвандарды, иттерин, үргөнүн, ыйлаганын периштелер уккан, кайра таштаган. Бул ушул жолго баргандарга Алланын азабы алыс эмес, тооба кылыш керек. Биринчиси колун никелегендер, экинчиси ушул Лут пайгамбардын коому кылган ишти кылган жана кылдырган. Төртүнчүсү ва мудминул хамр, аракка кул болуп калган. Арактан башы чыкпай калган. Аракка кул болуп, арактан башы чыкпай, арак менен өтүп кеткен адам. Урматтуу мусулман бир тууган, биздин түбүбүзгө бул арак жетет. Атың өткөр арактан алыс болуш керек. Арак менен жүрүп, аракка кул болуп өткөндө, кыяматта Аллах рахмат назары менен карабай коет аны. Бешинчиси, бул да бар заманыбызда. Ва дарибу абавайхи хатта ястагиса. Колуң сыңгыр, бетбак, бактысыз ата энесиге кол көтөрөт.
Ата-енесін ұрады. Ата-ене байқұш башқалардан жардам сұрап қалады. Ой, баламнан мені құтқарғын, ой, қызымнан мені сақтағын деп. Бүгін кейбір адам суретінде болған айвандар ата-енеге қол көтеріп атады. Неге қол көтерді? Қолың шалбағыр. Бұл қолыменен сені астыңды тазалады. Алпештеді, өстірді. Бұл пенсияны бербей қойды деп, менің насыбайыма, наркотигіме, арағыма пұл бербеді деп, ата-енесini ұрғандар бар. Урматы мұсылман бір туған жоқ емес. Қарылар үйіне барыңыз. Қырғыз қачан ата-енесін қарылар үйіне қойдылы? Бүгін қарылар үйде 50%-дан көп қырғыздар болып қалды. Ата-енені илатқан. Ата-енеге қол көтергеннен көрі қолың шал болсын. Бұл қияматта Аллах Тағала рахмат назарыменен қарабайды. Аллах аны күнәден тазалабайды. Ата-енең сенің бейішің, ата-енең сенің дозоғың егер разы қылсаң бейішің. Алтыншысы, көңіл бұралы. Дағы бір салават айтамыз. Саллаллаху алейхи вассалам. Вал муъзи жиранаху хатта ял'ану. Қошынаға ыза берген. Қошынаға бір ыза береді, 2 ыза береді, 3 ыза береді. Ақыры чыдамастан қошына нәлат айтады. Біздің баткенде бар, падарыңа нәлат дейді. Өткенде ақсақалы падар деген ата деген сөз. Мадар деп фарсы енен айтады. Падар деп атаны дейді. Падарыңа нәлат деп ескі чалдар айтса керек. Ұққансыздар бұл? Падарыңа нәлат дегені сені тарбия қылған атаңа нәлат деген сөз. Нәлат Алланың рахматынан алыс, дозоғына жақын деген сөз. Қошынаға ыза бере береді. Қошына айласы кеткеннен саған нәлат болсын дейді. Қошынаның нәлатына қалған адам Алланың рахматына татықту болған, қияматта азапқа татықту болған 6-шы адам бұл. Қошына менен жақсы болады. Қошынаны сыйлайлы, урматтайлы. Алысқы туғаннан жақынқы қошына дейді. Жетіншісі. Біліңіздер келеу? Ұйқыңыздар келді бі? Bir salavat aytыңыздар, жетін айтам. Ваннакиху халилата жари. Жетінші Алланың рахматына татықтыз болған адам қошынаның аялыны, қошынаның қызыны ойнаш қылған. Қошына ата сияқты, қошына ене сияқты, қошына бір туған сияқты, қошынаны аманатын сақтаған ордына, қошынаны сыйлаған ордына, қошына бір жаққа кетсе аялымен ойнаш болып олады. Қошынаның аял қыздарына ойнаш болған, жетінші Алланың рахматына татықсыз, азабына татықту болған адам. Бұл хадисі Анас ибн Малик риваят қылған Байхақының кітебінде келген хадис.